Оюдың түрлері бар. Оюдың негізі 4 топқа топтап бөледі екенбіз. Біреуі жаңағы аспан әлеміне байланысты ою өрнек түрлері, жаңағы жан жануарларға байланысты ою өрнек түрлері, өсімдікке байланысты ою өрнек түрлері және геометриялық ою өрнек түрлері деп 4 топқа топтап бөледі екенбіз. Бұрыннан бері қалыптасып келе жатқан оюдың түрі дегенде 300-дей 500-ге жақын жоқ түрлері бар. Қазір оның жаңағы зерттеушілер 200-дей түрін анықтап осы күнге дейін бізге дейін жаңағы жеткізген екен. Ою өрнектің түрлерін біз неге қолданамыз? Жаңағы тұрмыстың барлық заттарына тұрмыстық барлық заттарға біз ою өрнектің түрін қолданады екенбіз. Мысалы, қолдарында тұрған оюдардың әрінің өзінің мағынасы бар, әрінің аттары бар, әр оюдың. Мысалы, қошқар мүйіз кімнің қолында тұр? Қане қараңыздаршы, қошқар мүйіз дегеніміз. Кәусардың қолында қошқар мүйіз тұр. Кімнің қолында қошқар мүйіз тұр екен? Бұл қошқар мүйіз дегеніміз молшылықтың, жаңағы бірлік берекенің белгісі екен. Ит құйрық деген ою түрінде қараңдаршы, иттің құйрығы сияқты. Бұл ою жаңағы ауыл аралық қарым-қатынас, бірлік, береке деген белгіні білдіреді екен. Енді түйе табан дейміз. Бұл түйе табан оюы жаңағы бұрынғы заманда білесіңдерге керуенге сауда-саттыққа шыққанда жаңағы осы оюды шапанның етегіне жапсырады екенбіз. Енді мүйіздің мысалы жаңағы мал жан жануар тектес оюдарға жаңағы қошқар мүйіз, оның ішінде қошқар мүйіздің қаншама түрі бар. Арқар мүйіз деймізге, қошқар мүйіз, арқар мүйіз деген сияқты, мүйіздердің сыңар мүйіз деген сияқты оюлардың көптеген түрі бар екен. Енді балалар жаңағы құс қанат деген ою бар. Құс қанат ою дегеніміз жаңағы құстың қанаты сияқты саңбап келе жатқан. Ол оюды біз жаңағы құс қанат ою ол ойды жаңағы самға, еркін, биіктікке ұшқан арман, мақсаты бар деп сөйтіп сол оюды ырымдап салады екенбіз. Оюды бұрыннан жаңағы соғыс кезінде, қандай бір шапқыншылық кезінде оюды жаңағы хат ретінде оюмен оюлап, жаңағы терге, ағашқа болсын, қандай да бір хабарды жеткізіп отырған екен. Ою арқылы жеткізіп отырған екен. Және де оюдың сондай қасиеттері бар. Ырымдар жаңағы өте берекелі болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын деген сияқты ырымдармен жаңағы киімге, тұрмыстық жаңағы көрпе, жастық, кілемге, соның бәріне оюды жапсырған екен. Ұзатылып кеткен қыздың өзіне барған жері берекелі болсын, өсіп өнсін деген сияқты оюларды әртүрлі өзінің жапсыратын, қай жерге жапсырып қадаймыз, қай жерге тігеміз деген сияқты жаңағы оюдың түрлері бар екен. Енді балалар өздерің қандай оюды ойып көрсете ме балаларға?